بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا تلاوته وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أما بعد السلام عليكم құрметті жамағат. Алдыңғы сабақтарымызда сіздерменен Құран кәрімнің жер бетіне түскен кездегі алғашқы кезеңі, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезеңі туралы өткен болатынбыз. Құран жер бетіне түсіп, жинақталып, жазылып, жатталып, сақталуына қатысты бірнеше кезеңдер бар. Солардың ең алғашқы кезеңі бұл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның кезеңі болып табылады. Сол сабақтарда біз айттық, Құран жер бетіне түсті, 23 жыл бойы бөлік келіп отырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 23 жыл бойы Жибрил алейхиссалам екеуі әр Рамазан сайын Құранды қайталап отырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құранды осылайша жүрегіне жат етті. Оның әрбір аяттарының орналасу тәртібі, сүрелерінің кезектігі, сүрелерінің атауы барлығы Жибрил алейхиссаламның нұсқауыменен болды. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны сахабаларға жаттатқызды. Осылайша сахабалар Құранды толықтай жаттап алды. Пайғамбар қалай жаттаған болса, сахабаларды дәл солай жаттап алды. Онан кейін жазылды. Күттәбіл уахиді жазушы сахабалар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұйрығыменен, нұсқауыменен 40-тан астам сахаба Құранды жазып отырды. Осылайша жер бетінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі бар кезде ақ Құран жазылынып қойылды. Алайда қандай түрде? Шашыраңқы түрде, әртүрлі нәрселерге жазылды. Яғни екі мұқабаның ортасына Құран толықтай бір кітап болып не қылған жоқ? Жиналған жоқ бұлай. Біз қазір қолымызда кез келген жерде Құранды алып оқи аламыз. Барлығы жинаулы, дайын тұр. Мешіттерде, медреселерде, тағы неде? Дүкендерде сыйлыққа беріліп жатыр. Үйлерімізде ілініп тұр. Бірақ ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында олай емес еді. Міне бұл бірінші кезең. Бірінші кезеңде демек 3 мәселе. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаттауы, сахабалардың жаттауы және шашыраңқы түрде тері, сүйек, құрма тақтайлары терілерге жазылып қойылуы. Бүгін Алла нәсіп етсе Құранның сақталуының екінші кезеңі жайында өтетін боламыз. Екінші кезеңі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Раббысына жолықты. Раббысына жолыққаннан кейін мұсылмандардың арасында түрлі нәрселер шыға бастады. Солардың бірі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында болған алғашқы адасушылық, алғашқы діннен таю көрінісінің бірі. Бәни Ханифа тайпасынан болған Мусайләмәтул Кәззаб
Мусайлематул Каззаб деген тарихта тұлға өткен. Бұл Ибн Сауда Әл-Каззаб, қараның баласы, өтірікші деген аттарға ие болған өте қара бетті тұлға. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бар кезде Ханиф жерінен, Бәни Ханиф тайпасы, яғни Ханиф руынан қаншама адамдар Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына дін қабылдауға келді. Сөйтті де солардың ішінде Мусайлематул Каззаб та болды. Келген кезінде ол тұрды да Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға: маған пайғамбарлықты өзіңнен кейін мирас етіп маған қалдырып кет деді. Мен пайғамбарлықты ары қарай жалғастырайын деді. Сонда бұл оқиғаны риуаят етіп жатқан кісілер айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қолында сол уақытта бір теріден жасалынған бір нәрсе бар еді дейді, бір бөлік. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ашуланды да: Алланың атымен ант етем, саған пайғамбарлық түгілі мынау терінің бұрышын да мен саған бермеймін, қалдырмаймын деп айтты дейді. Сөйтіп бұлар қайтадан қайтып кетеді өздерінің елді мекендеріне. Бұл елді мекен Әл-Ямама жері. Наджидті, яғни қазіргі Меккенің, Саудияның бір бұрышы, бір шеті. Сол жерге қайтып кетеді. Қайтып кеткеннен кейін Мусайлематул Каззаб барады да: мен Мұхаммадпен саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлықты екіге бөліп алдық дейді. Оған жартысы қалды, мен жартысын алып келдім дейді. Сосын олар сұрайды: сенің Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы Раббысының аты Алла тағала деп айтып жатыр. Сен болатын болса, сен Раббың аты кім? Деген кезде менің Раббымның аты Рахман деді. Сөйтіп, мына рулық байланыстың пайдасы да бар, зияны да бар. Оны неде трайбализм деп атаймыз ғой қазір. Трайбализм мәселесі жаңағыдай. Рума, сол руға не болса да соған жақтасу керек. Міне осы нәрсе қатты сол жерде белең алды да, қатты әсер етті де, сол тайып рудың көпшілігі Мусайлеманың артынан кетіп қалды. Яғни діннен шығып кетті, мұртат болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтті. Сонан кейін Абу Бакр радиаллаху анху неге келді? Басшылыққа келді, халиф болып сайланды. Сөйтті де осы мұртаттарға барып соғысуды ұйғарды. 11-ші жылы Ямама жерінде, тарихта Ямама деген атпенен есте қылған Ямама соғысы орын алды. Ямама шайқасы. Мұсылмандар менен кімдердің арасында? Мұртаттардың арасында. Бұл соғыстың зияны мұсылмандарға өте қатты әсер етті. Яғни қатты зияны тиді. Бұл соғыста қаншама мұсылмандар дүниеден шәһид болып өтті. Енді біз ол соғыста сабағымызда, сира сабағы болмағаннан кейін егжей-тегжейлі баяндауымызға кішкене орын болмай тұр уақыт жағынан. Алайда бірақ зияны қатты дейді. Сол жерде жалпы олар өлтірілді, Мусайлема сол жерде өлтірілді. Алайда мұсылмандардың арасынан көптеген қари сахабалар, Құранды толық жаттап алған сахабалар шәһид болды. Олардың шәһид болуына бірден бір себеп. Салим Мәулә Әби Худайфа радияллаху анху, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Құранды 4 адамнан алыңдар. Соның бірі осы Салим Мәулә Әби Худайфа радияллаху анху деген. Сол сахаба тұрады да жаңағыдай соғыс
барысында, шайқас барысында кішкене мұсылмандардың араларында кішкене әлсіздік туындай бастайды. Мына әскермен жиналып келген шөл арабтары сол жерде соғысты тастап қашып кетеді. Мұсылмандардың арасының саптары бұзыла бастайды. Соныменен кішкене екіленіп қалу, кішкене әлсіреу, ана мұртаттар жаңағыдай жеңіске жетіп қалу деген не болып қалды ана жерде? Сондай бір қобалжу пайда болды. Осы кезінде әр жақтан сахабалар, туды ұстаған сахабалар жан жақтан мұсылмандарды шайқасқа шақыра бастады, ұрандай бастады. Соның ішінде кім болды? Сәлим Мәулә Әби Худайфа радиаллаху анху тұрды да: «Әй қарилар», деді, «біздің қазір артқа бір қадамда шегінуімізге біз үшін лайықты емес», деді. «Құр'анды тілмен жаттасаңдар, енді соны іспен көрсетіңдер», деп қариларды жігерлендірді. Осы кезінде барлығы жан жақтан жағдай күш алды, жігерленді, қуаттанды да түбінде жеңіске жетті. Бірақ Сәлим Мәулә Худайфа радиаллаху анху сол жерде дүниеден не қылды? Өтіп шахид болды. Одан кейін Зайд ибн Хаттаб радиаллаху анху, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхудың бауыры, туған бауыры. Бұл сахабада не? Қари болған сахаба. Бұл кісі де сол жерде шахид болды. Одан кейін Абу Даджан ал-Ансари радиаллаху анху, бұл кісі де сол жерде дүниеден өтті, шахид болды. Сәбит ибн Қайс ибн Шаммас радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құтпашысы деген атқа ие болған атақты сахаба. Бұл кісі қарилардың ішіндегі, сахабалардың ішіндегі үлкендері, құрметтілері, биіктері еді. Бұл кісі де сол жерде не қылды? Шахид болды. Муаз ибн Ма'изил Ансари, бұл кісі де сол жерде шахид болды. Бұл енді кейбір сол жер аралықта шахид болған қари сахабалардың есімдері. Бұл сахабалар бекерден бекер дүниеден шахид болып өткен жоқ. Қаншама мұсылмандарды жігерлендіріп, жеңіске жетуге бір себепші болды. Енді сол соғыста жалпы көптеген сахабалар шахид болды. Солардың ішіндегі 70-ке жуығы қари сахабалар еді. Яғни бір қаридың орны қандай? Ол қаншама Құр'анды қаншама уақытта жаттаған, оны түсінген, оған амал еткен, оны үйреткен, сондай сахабаның 70-і не қылып отыр? Дүниеден шахид болып кетіп отыр. Енді осы нәрсе кейіннен Құр'ан жаттауға, Құр'анның жазылуына, Құр'анға ерекше мән беруге, Құр'анның орны қандай екендігі мұсылмандардың арасында белгілі болды. Мұсылмандардың арасында осы соғыс Құр'анның жиналуына себепші болды. Қарилардың қайтыс болуы қайтадан Құр'анға ерекше көңіл бөлуге себеп болды. Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху, имам Бухариде келген хадисте былай дейді. Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху Ямама соғысынан кейін мұсылмандардың шахид болған мәйіттері бері алдырылды дейді. Сонымен келіп барлығы жайғасқаннан кейін, реттелгеннен кейін, Умар радиаллаху анху Абу Бакр радиаллаху анхудың алдына кірді дейді. Сөйтті де: «Ей, Абу Бакр, Құр'анды
жинап үлгеріп қал деп айтты дейді. Егер де жинап үлгермесең, бүгінгі соғыста қалай шәһидтер қайтыс болды, дәл солай басқа мекендерде де қарилар шәһид бола беретін болса, Құранның көпшілігі жоғалып кетеді. Сөйтіп, алғашқы үммет секілді біз де құрымыз деп айтты дейді. Сол кезінде Абу Бәкір радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасамаған нәрсені мен қалай жасаймын деп айтты дейді. Бірақ Умар радиаллаху анху оны қайталай береді, Абу Бәкірге қайталай береді. Сөйтіп, Абу Бәкірдің жүрегін Алла тағала ашты дейді. Yani, мәселені түсінді дейді. Қаншалықты маңызды екендігін, керекті екендігін, бұған не қылуға болмайтындығын, немқұрайлы қарауға болмайтындығын түсінді дейді. Сөйтті де мені шақырт дейді. Yani Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху. Сөйтіп, ал барып кірсем, Абу Бәкір менен Омар отыр екен дейді. Омар үндемей отырды дейді. Сөйтіп, Абу Бәкір кешегі болған жағдайды көрдің. Құранды, біз сені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында уахиді жазушы сахаба ретінде танитынбыз. Және де біз саған ешқандай айып тақпаймыз. Сен жас, сондай тақуа, сондай таза жігітсің. Бойыңда ешқандай бір мін жоқ. Мін артатындай. Сондықтан да Құранды жазып үлгеріп қалуымыз керек. Саған осы нәрсені жүктейміз деп айтты дейді. Сол кезінде Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасамаған нәрсені мен қалай жасаймын деп айтты. Егер де маған бір тауды өз орнынан екінші бір орынға ауыстыруды, соны тасуды, көшіруді бұйырса, маған сол нәрсе жеңіл болар еді. Дедім дейді. Соныменен Абу Бәкір тұрды да маған қайталай берді дейді. Қайталай берді. Сосын Алла тағала Зайдтың жүрегін ашты дейді. Мен түсіндім дейді. Жаңа мәселен. Сөйтіп, халыққа жар салдық, шарт қойдық. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өз аузынан естіп, жазып алғандар Құранды екі шәһидпен, екі куәгермен келсін дедік дейді. Яғни, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаздырып жатқан кезінде соның жанында тұрған адам болу керек, тағы да бір. Немесе тағы да бір жазып алған адам болу керек. Қосылып отырып, қосарланып. Куәгер болу керек деп айтты. Сөйтіп, Құранды жинап бастадық дейді. Жаңағы терілерге, сүйектерге, тастарға, құрма тақтайларына жазылған Құрандарды, аяттарды алып келіп тапсырып отырды, соны жинап бастадық дейді. Содан жинап келе жатып, Тәуба сүресінің соңғы екі аятына келген кезімізде жаңағыдай оны таппадық дейді. Таппадық. Бәріміз жатқа білеміз, бірақ жазылған күйде таппадық дейді. Тек қана Хузаймату ибн Сәбит радиаллаху анхудың қолында сол соңғы екі аяттың жазылған нұсқасы келді дейді алдымызға. Бір риуаятта келеді, Ахзаб сүресінің Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад 23-ші аятына келген кезде ешкімде болған жоқ дейді. Тек қана Абу Хузаймамен бірге болды дейді. Абу Хузайманың қолында ғана болды дейді. Бірақ бәріміз жатқа білеміз әлгі аяттарды. Сөйтіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның
берген куәлігін еске ала отырып, ол аятты жаңа Хузаймат ибн Сабиттен немесе Абу Хузаймадан тағы бір куәгерді талап етпестен ақ қабылдап, оны тізіп жазып қойдық дейді. Яғни кіргіздік Құранға дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әлгі Хузаймат ибн Сабит радиаллаху анхуға берген куәлігі мына оқиғадан пайда болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз заманында базарға бір көлік сатып алуға барады. Ол уақыттағы көлік не екенін білесіздер ғой? Есек, не жаңа жылқы, не қашыр, не түйе деген секілді. Соныменен бір шөл арабыменен келіседі. Қол алысады. Сөйтеді де Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ақшаны алып беру үшін жаңағыдай базардың ортасынан сыртқа шығып, жайменен шығып бара жатады. Сонымен артынан қараса, жаңағы кісі еріп келе жатқан жоқ. Қараса, басқа адамдарменен ары қарай саудаласып бара жатады. Сонымен Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам артқа қайтады да барып жайменен, екеуміз қол алысып бір бітісімге келдік қой. Келістік қой. Жүр, ақшаңды берейін. Солай ғой, өз базардың несі де сондай ғой. Ақша беруменен сауда жүрмейді. Сауда қашан, келісім қашан болады? Жоқ, тауар емес. Келіскен кезден бастап жүреді сауда екі адамның ортасында. Келіскен кезден. Одан кейін ана тауарын беру ғана қалады, мынау ақшасын беру ғана қалады. Бұл әдетте сондай, бұл табиғи адам, бүкіл адамзаттың базардағы тірлігі осындай. Сөйтеді де ана шөл арабы тұрады да, жоқ, мен саған сатқан жоқ, екеуміз келіскен жоқпыз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтадан жаңа ғана қол алыстық қой, келістік қой. Жоқ, мен сені көрген жоқпын, мен сенімен саудаласқан жоқпын. Жаңа дауыс көтеріп, әлгі жерде шөл арабы маған куәгер алып кел дейді. Арасында ешқандай куәгер жоқ. Екеуі ғана саудаласқан, екеуі ғана келіскен. Үшінші адам жандарында қарап тұрмаған. Осы айқай-шуды арасында сол аралықтан кім? Хузаймат ибн Сабит радиаллаху анху өтіп бара жатыр. Немесе тағы бір риуаятта бұл Абу Хузайма радиаллаху анху дейді, ансарлық. Сол кісі өтіп бара жатады. Қайсысы болса да, бірақ сахаба келеді. Қараса Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жерде адамдардың арасында адамдар шулап жатыр. Келеді, я Расулалла, не болды? Осындай екеуміз келістік, бұл менен куәгер сұрап жатыр. Я Расулалла, мен куәгер болам дейді. Сонымен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрады да, сен қалай куәгер боласың? Арамызда болған жоқсың ғой. Қатысқан жоқсың ғой келісімге. Я Расулалла дейді. Алла тағала сізге аспаннан түсіріп жатқан бүкіл шариғат мәселелерін, құндылықтарын, шариғаттың бүкіл мәселесін біз сізден қабылдадық, куәлік еттік соған. Рас екендігіне, ақиқат екендігіне. Яғни адам тағы бір риуаятта келеді, сен немен куәлік етесің деген кезінде, я Расулалла, мен шахадамен куәлік етем дейді. Яғни ашхаду алла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деген сөздің мағынасы не ол? Яғни мен Алладан басқа Құдай жоқ екендігіне куәлік берем, және де Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың құлы әрі елшісі екендігіне. Ал Алланың елшісі болған Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ол еш қашан өтірік айтпайды.
не алып келді ол Алланың алдынан, не айтты ол Алланың уахиімен. Мен соған куәлік берем деген сөз. Сондықтан да біз қандай да бір хадисте, қандай да бір мәселені, қандай да бір нәрсені сахих болған, бізге аман есен сау жеткен ақпаратты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзін оқитын болсақ, ол жерде бізде не болмау керек? Күмән болмау керек, егер біз шынайы шахадат берген болсақ, шынайы момын мұсылман болған болсақ. Енді сол жерде не дейді? Жаңағы аспаннан саған бүкіл нәрселер түсіп жатыр, біз соның бәріне куәлік бердік хақ екендігіне. Немесе жаңа екінші аятты біз шахадатпенен куәлік беріп қойдық. Мына оның жанында не ол? Бүкіл намаз түсіп жатыр, бүкіл ислам мәселелері саған түсіп жатыр. Әр біріне хақ екендігіне, шын рас екендігіне, сен оны ешқандай нәрсесін қосқан жоқсың, алған жоқсың. Қалай Алла тағала саған түсірді, солай біз иман келтірдік, соған шахадат куәгер болдық. Мынау келісім шарт оның жанында не ол? Деп жаңа сахаба куәлік береді. Сол кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тұрады да әлгі сахабаға не дейді? Сенің куәлігің екі адамның куәлігіне жүретін болады дейді. Бір жерге барып куәлік беретін болса, жанында бір адамды ертіп келгенмен тең да. Бір өзі кез келген жерге кіреді да, не қыла береді? Куәлік ете береді, куәгер бола береді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған сол рұқсатты беріп қойды. Сондай атақ тағып қойды. Бұл сахаба кейінен зу шахадатайн деген лақабатқа ие болып кеткен. Екі куәлік иесі деген сахаба. Сол сахаба енді осы аятты алып келіп отыр. Қолында жазылған, бірақ жанында тағы бір жазылған басқа сахаба жоқ, жазып алған. Немесе соны жазып жатқан кезінде басқа сахаба жоқ, жанында қарап тұрған деген секілді. Сөйтеді да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам берген куәлігіменен екі куәлік иесі деген сахаба осылайша Тәубе сүресінің немесе жаңа Ахзаб сүресінің жаңа ғалымдардың риуаяттардың жаңа арасындағы пікірталас не қылды? Қабылдап алады. Енді осы риуаятта ислам жаулары, Құранның, ақиқаттың қарсыластары келеді де, міне сол жерде ол бір-ақ адамның сөзін қабылдап алды. Қалай оның Құранның таза екендігіне біз сенеміз? Қалайша ол Құран, сендер мутаватир деп айтасыңдар, таватур жолымен келген, яғни көпшіліктің куәлігімен келген деп айтасыңдар. Ол жерде бір-ақ адам алып кеп тұр ғой ол Құранды. Деген кезде біз айтамыз, жоқ, біз риуаят біріншіден қандай жолмен келіп тұр? Риуаятта Зайд ибн Сабит мен нені таппадым дейді. Жаңағы Тәубе сүресінің ең соңғы екі аятын таппадым дейді. Яғни Зайд ибн Сабит және де басқа да қари сахабалардың барлығы ол екі аяттың бар екендігін білет, жаттап алған. Тек жазылғандығын айтып жатыр бұл жерде. Зайд ибн Сабит басқа адамның қолында тағы сондай жазылған бар ма жоқ па, мен соны таппадым. Тек қана кімнің қолында болды дейді? Хузаймат ибн Сабит радиаллаху анхудың қолында болды дейді. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Осылайша Зайд ибн Сабит радиаллаху анху аман есен Құранды толықтай бір кітапқа жинап шығады. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Раббысына жолыққаннан кейін бір жылдың ішінде немесе 1,5 жылдың ішінде болып жатқан мәселе.
жалпы айтқан кезінде 2 жылдың ішінде болып жатқан мәселе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Раббысына жолықты. Құран Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін 2 жылдың ішінде бір кітапқа жиналып тастады. Бұл Құранның жер бетінде сақталуының, жиналуының екінші кезеңі болып табылады. Бірінші кезең Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кезеңі, екінші кімнің кезеңі екен? Абу Бакр радиаллаху анхудан кезеңі. Бұл кезеңде Құранның жиналуына себеп болған қарилардың шәһид болуы, ол ойды келіп Абу Бакр радиаллаху анхуға айтқан және де соған тұрып алған Омар радиаллаху анху, оны жазуға бұйрық берген халиф, бүкіл момындардың басшысы, бірінші халиф Абу Бакр радиаллаху анху. Оны жазған Зайд ибн Сабит радиаллаху анху. Ал енді таңғажайып оқиғамен келген кім? Хузаймату ибн Сабит радиаллаху анху, немесе Абу Хузайматул Ансари радиаллаху анху. Осылайша Құран бір кітапқа жиналды, жер бетінде сақталып қойылды. Алла тағаланың уәдесі хақ. Алла тағала Құранда «Нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Расында біз Құранды түсірдік те, біз оны сақтаушымыз деді. Осылайша жер бетінде Құран сақталды. Толықтай, қалай Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға түсті, солай бір кітапқа сақталды. Осылайша Құран Абу Бакр радиаллаху анхуға табысталды. Абу Бакр радиаллаху анху дүниеден өткенше өзінде болды. Дүниеден өткеннен кейін басшылыққа кім келді? Омар радиаллаху анху. Омар радиаллаху анху келген кезінде Құран сол кісінің қолына өтті, сол кісімен бірге болды. Иншаалла келесі сабағымызда біз келесі кезең, үшінші кезең Усман радиаллаху анхудың Құранға қызметі жайында өтетін боламыз. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.